Бәріміз ұнататын видеоларын үзбей көретін мистер Бист нағыз шайтан. Бүгін мен мистер Бист жайлы қорқынышты теорияларды айтамын. Егер түсінбесең, видеоның соңына дейін көр. Бүгін мистер Бист соқыр балаға өзінің көзін қайтадан қайтарып беретін жайлы айтады. Және оған жасанды хрусталь қосып, оның көзі енді көретін жайлы айтады. Бала болса таңғалып кішкене қорқып тұрған айтады. Сосын дәрігер оның көзін ашқан кезде, оның көзінде мистер Бисттің логотипі тұрады. Сосын бәрі оны фотоға түсіріп жатқан кезде, анау бала көзін ауырып кеткенін айтады. Сосын мистер Бист Карлды шақырып, Карлды бір жерге жұмсап жүреді. Ал өздері басқа жерге видео түсіруге кетеді. Және мистер Бисттің менеджері осы жерге қол қой деп анау балаға айтып жатқан кезде, анау бала қорқынышты бір заттар көре бастайды. Ал негізі бұның бәрі жаңағы баланың көзіне көрінген екен. Және де қайттан әлгі қорқынышты түр көріне бастайды. Сосын анау бала қолын қойып, әлгі менеджерді өз жолымен жібереді. Және де оның көзімен бірдеңе дұрыс емес екенін біз байқаймыз. Сосын оның анасы баласын қара кетейін деп бөлмеге кірген кезде, баласы анасын қорқынышты түрде көре бастайды. Және оның аузынан тағы да бір анасының беті шығады. Және аузынан ақша төгіле бастайды. Сосын әлгі бала ашуланып, қорқынышты мистер Бисттің түрін көре бастайды. Және де ол есінен адасып, анасын бұл бөлмеден шығарып жібереді. Ал анасы болса мистер Бистті осы бөлмеге шақырады. Ал мистер Бист болса мынау есікті ашылмай жатқан кезде, әлгі бала осы бөлменің ішінде нағыз тозақты көре бастайды. Неше түрлі иллюзия мен ақшалар көбейе бастайды. Және де мына бала шошып кетіп, қаншама әріптердің арасында қалып қояды. және де бұл әлгі балаға ұнамай жатқан секілді. Сосын есік ашып, мистер Бист пен анасы енді кіріп келе жатқан кезде, әлгі бала өз көзін шұқып тастапты және көзінен қан ағып жатыр. Сосын мистер Бист бұны көріп, өзінің операторына мені суретке түсір дейді. Сосын түсірген кезде операторы бұны қорқынышты біртүрлі көрінеді деп айтады. Бірақ мистер Бистке бәрібір. Бүгінгі видеода мистер Бист өзінің ең ауру фанатына жүрек сатып берген айтады. Ал мынау ауру фанаты болса, мистер Бист келгеніне таңғалып жатады. Және де мистер Бист оған таңдау көрсетеді. Жүрек таңдайсың, немесе мистер Бисттен жаңа Тесла машинасын аласың. Ал ауру фанаты болса, Тесла үшін бөлетінін айтады. Ал мистер Бист жақсы балақай деп оның маңдайын сүйеді. Сосын әлгі ауру қаншама коробкалардың арасынан Тесланың кілтін табуға тырысады. Және сол уақытта Карл бұл ауру адам және де оған бұл керек емес секілді деп айтады. Джимми оған ашуланып, оны тұншықтырып өлтіріп тастайды. Және де өзінің ішінен жаңадан Карлды туады. Және де мистер Бист кілтті табуға 20 секундтан қалды деп айтады. Және сол уақытта дәрігер палатаға кіреді. Мистер Бист дәрігерді ақшамен алдап, оны жібереді. Және де әлгі ауру фанат кілтті тапқан кезде, мистер Бист, жарайсың, сен Тесланы ұттың, бірақ сен бірнеше күннен кейін жүрек алмағаннан өлесің деп айтады. Және де Тесланы да қолданып үлгермейсің дейді. Және де сенің атыңа 1000 ағаш егетін айтады. Бірақ ауру фанатауда донор бар екенін айтып, бір аптадан соң ол келіп мен тірі қалатынын айтады. Мистер Бист оған ашуланып, Карлды терезеден лақтырып жібереді. Және де парашютпен жерге түсіп, больницаны жарып жібереді. Бүгінгі видеода мистер Бист игра в кальмара ойындарын 40 миллион долларға ойнататын болады. Бірақ егер бұл ойыннан сен ұтылсаң, өлесің деп айтады. Бүкілі паникада. Сосын Карл өзі маскасын шешіп, сен әзілдеп жатқан шығарсың деп айтады. Бірақ мистер Бист Карлды атып жібереді. Және де бұл ойын ережесінде масканы шешуге болмайтынын айтады. Бұған Крис таңғалып, оған ашуланады және де қорыққан түрде тұрады. Және де мистер Бист, егер де сіздерге бұл қызық емес болып жатса, видеоның соңына дейін көріңіз. Қызық әлі алда деп айтады. Және де бірінші ойын бізде печеньяны инемен жылу деп айтады. Және де ол үшін сіздерге ине керек деп инені лақтырып жібереді. Және сол уақытта мистер Бист өзінің спонсор жайлы айта бастайды. Және мистер Бисттің қасындағы жігіт печеньяны бұзып алды. Және де мистер Бист оны пистолетпен атып жібереді. Және де мистер Бисттің іші пісіп кеткен соң ол уақытты жылдамдықтан айтады. Және де уақыт 10 секунд қалады. Бәрі паникада өзінің печеньяларын дұрыстап жатады. Және де мистер Бист әлгі адамдардың бәрін атқылап өлтіріп тастайды. Және де бұл жолы осы видео бітті. Егер ұнаса лайк басып тіркелсеңіздер. Келесі жолы кім тіркелсе, соны өзімнің бір видеома аламын деп айтады. Және де жерде бір адам қолын шығарып жатқан кезде, мистер Бист оны атқылап тастайды. Осымен бітті. Бұл видеосында мистер Бист 1000 адамды соқыр қылатынын айтады. Сосын мына еркекті түсінбей жатқан кезде қалған адамдар секілді мистер Бист сол уақытта арнайы құралмен әлгі адамды соқыр қылып тастайды. Көзін шұқып. Сосын мистер Бист қалай сезініп тұрсың деп сұраған кезде әлгі адам өліп қапты. Және мистер Бист біреу бітті, енді 999 адам қалды деп айтады. Содан кейін бүкіліне шабуыл жасай бастайды. Сосын бізге мистер Бисттің үстінің бәрі қан екенін көрсетеді. Және де ол дәретханада өзінің қолын жуып жатыр. Және ақырын ұлып психқа айналып бара жатыр. Сосын өзіне әлемдегі ең жақсы видеоны жаса деп айнадан қарап айтады. Сосын тағы да бүгінгі видеосында бүгін мен 100 адамға шабуыл жасаймын деп видеосын түсіреді. Және де адамдарды
дробовикпен айта бастайды. Сосын тағы бір видеосында өз итін өлтіріп, өз әкеңмен сосын тағы да бір видеосында адамдардан 40 аяқ жасадым деп айтады. Олардың бәрі ютуберлер. Сосын тағы да қанның арасында өз қолын жуып жатады. Сосын тағы бір видеосында өзін әлемдегі бүкіл көк киттің бәрін өлтіріп тастағанын айтады. Және Боливия елін жоқ қылып жүргенін айтады. Ал оның каналындағы подписчиктер одан сайын көбейе бастайды. Сосын мистер Бист қорқынышты суреттерін түсіре бастайды. Және де өзінің тағы бір видеосында ол бір жерде өртеп жатады. Ал қасында Крис болса адамдарды аяп жатады. Және бұл видео кім сызықтан шығады, сол ұтылады деген видео екен. Сосын Крис мынаны тоқтат деп айтып жатқан кезде әлгі мылтық ұстаған адам мистер Бистпен өзін сөйлес деп айтады. Ал бұл уақытта мистер Бист өзінің комментарияларын оқып жатады. Сосын Крис мистер Бистке келіп бұны тоқтат деп айтып жатқан кезде, және де Карлы да неғып өлтірдің деп айтып жатқан кезде, мистер Бист бұны бізден күшті ешкім жасай алмайды деп айтады. Сосын мистер Бист өз телефонынан жаңалықтар көп жатады. Ол жаңалықтарда өлім формуласын қайталап бәрі подписчик жинап жатқан айтады. Және де мистер Бист артта қалып қоймау үшін тағы не істейді екен, соны адамдар талқылауда. Сосын Крис болса Джиммидан тағы не істейміз деп жылаған түрмен сұрап жатады. Сосын бір уақытта бүкіл жер ғаламшарына хабарлама келеді. Сосын бұл видеода мистер Бисттің ең үлкен видеосы екенін айтады. Сосын өзінің ең мықты ютубер екенін біліп 100 адамды құрбан етемін деп айтады. Бірақ бұл соңы емес. Және де бүгін мистер Бист айды жер ғаламшарына соққызады. Және әлемдегі осы жер ғаламшарындағы әр адам бүгін өлетінін айтады. Сол уақытта Крис ашуланып кетіп мистер Бистті, яғни Джиммиді бір ұрады. Және де Карл осыған ашуланып кетіп бұны тоқтат деп айтады. Бірақ Джимми жоқ дейді. Сосын Карл оны пистолетпен атып жібереді. Ал ол уақытта ай болса жер ғаламшарына жақындап келе жатады. Карл осыған қатты ашуланып Джиммиді өлгенше дейін ұрып тастайды. Ал Джимми болса бұны тоқтата алмайтынын айтады. Және де бұл ең жақсы шығатын жол екенін айтады. Ал ай болса одан сайын жақындап келе жатыр. Және де мистер Бист 1 миллиард тіркелушіге жетеді. Осымен жер ғаламшары жоқ болып кетеді. Егер бұл анимацияны түсінбесеңіздер, бұл анимацияда мистер Бисттің өлім формуласы арқылы көп подписчик жинап жатқанын айтады. Содан мистер Бисттен бәрі қайталап өлім формуласымен көбірек подписчик жинайды. Және де мистер Бист бәрі одан асып кететінін біліп, жер ғаламшарын жоқ қылып жібереді. Осымен бітті.